Ассалаумағалейкум баршаға, нәубеттегі 5-ші сабақ бастаймыз. Бүгінгі сабақ рим цифрлар хақында болады. Рим цифрлар жәрдемінде саналарды жазу, жазудағы қағидалар, көпшілік жағдайларда жол қойылып отырған қателіктер, рим цифрларымен орналасатын амелдерге мысалдар көреміз. Сондай-ақ сабақтың ақырында біліміңізді тексеріп көру үшін тест беріледі. Енді сабақты рим цифрларымен танысудан бастасақ. Латын әріптерінен алынған тек арғы 7 цифр бар. Бұлар И әріпі 1-ді, В 5-ді, X 10-ды, Л 50-ді, С 100-ді, Д 500-ді, М 1000-ды аңлатады. Енді осы цифрлар жәрдемінде саналарды қалай жазамыз? Жазудағы қағидалармен танысамыз қазір. Демек, рим цифрларын жазудағы қағидалар. Біріншісі, егер цифрлар жазуда кіші цифр үлкеннен кейін келсе қосылады. Енді осы цифрлар жәрдемінде қазір саналар жазамыз. Осы цифрлардан демек үлкенін һәм кішісін талдаймыз. 5-ті һәм 1-ді аңлатушы цифрларды бірлестіріп жазсақ, міне кіші цифр үлкеннен кейін келіп жатырды, мәністерін қосамыз. Яғни бұл рим цифрлардан түзілген санымыз 6-ны аңлатады екен. Кейінгісі 10 һәм 5-ті аңлатушы цифрларды бірлестіріп жаздым, ал кіші цифрымыз үлкеннен кейін келгені үшін мәністері қосылады. 10-ға 5-ті қосамыз, демек 15 деген мәністі береді. Және бір мысал көрейік. 50 менен 10 аңлатушы цифрларды жаздым бірлестіріп, кіші цифр үлкеннен кейін келгені үшін мәністерін қосамыз. Яғни бұл рим цифрлардан түзілген санымыз 60-ты аңлатады екен. Демек, бұл қағида бойынша, егер кіші цифр үлкеннен кейін келетін болса, демек мәністерін қосып, сол қандай да санды аңлатушысы, демек мәніс келіп шығады екен. Енді екінші қағида өтеміз. Енді кіші цифр үлкеннен алдын келсе алынады. Мысал көреміз. Кіші һәм үлкен цифр талдаймыз. Бұл жерде 1 менен 5-ті алсақ, бұл жерде кіші цифр үлкеннен алдын келгені үшін мәністерін аламыз. Үлкеннен кішіні аламыз. 5-тен 1-ді алсақ, демек бұл рим цифрлардан түзілген санымыз 4-ті аңлатады екен. Енді 1 менен 10-ды аңламыз мәністерін. Кіші цифр үлкеннен алдын келіп атыпты, үлкеннен кішісін алып жазамыз. 10-нан 1-ді алсақ, демек 9 аңлатады екен. Және бір мысал көрейік. Енді бұл жерде 1000-нан аламыз 100-ді. 9 деген мәністі береді. Демек, бұл рим цифрлардан түзілген санымыз 9 аңлатады екен. Енді осы қағидада бір нәрсені білуіміз керек. Жүзді ахметлі жері, қайсы цифр, қайсы үлкен цифрлардан алдын келуі мүмкін. Мен соны жазамыз. 1 деген цифрымыз 5-тен алдын келуі мүмкін, яки 10 деген цифрдан алдын келуі мүмкін. Басқа 50 болсын, 100, басқа цифрларында келмейді. Бұған 1 деген цифрымыз 5 менен 10 алдында келуі мүмкін. Енді 10 деген цифрымыз 50 менен 100-дің алдында келеді. Бұған басқа яки 500, яки 1000 деген цифрлардың алдында келмейді екен. Кейін 100 деген цифрымыз 500-дің алдында келуі мүмкін, яки 1000-ның алдында келуі мүмкін. Осы қағидаларға қатаң тәртіпте ітібар қалып, басшылық қалып, егерде саналар жазатын болсаңыз, қателікке жол қоймайсыз. Міне осы нәрсені, бұл қатып қалған қағида. Осы нәрсені есте сақтауымыз керек. Белгілеп қоямыз. Кейінгі бетке өтеміз. Енді үшінші қағида. Үшінші қағида тәкрарланушы яки тәкрарланатуын һәм тәкрарланбайтуын цифрлар.
айтылған цифрлар. Қайсы цифрлар takrarlanуы мүмкін, қайсы цифрлар takrarlanбайды. Әне сол хақында болады бұл жерде. Takrarlanатын цифрлар біріншісі 1. 1 демес, егер 2 мәрте takrarlanса, ол 2 деген мәнс береді. Егер 1 деген цифрымыз 3 мәрте takrarlansa, 3 деген мәнс береді. Болған басқа takrarlanбайды. 3 мәртеге дейін takrarlanады. Кейінгісі 10 деген цифрымыз 2 мәрте takrarlansa, 20 деген мәнс береді. Егер де 3 мәрте takrarlanатын болса, 10 деген цифрымыз 30 деген мәнс береді. Кейінгісі с деген, яғни жүздаңлатушы бұл цифрымыз егер 2 мәрте takrarlansa, 200 береді. 200 деген мәнс береді. Ал егер 3 мәрте takrarlansa, 300 деген мәнс береді. Басқа 4 мәрте takrarlanбайды. Ең ұзағы, ең көбіменен 3 мәрте takrarlanуы мүмкін. Кейінгісі мыңдаңлатушы бұл цифрымыз 2 мәрте takrarlansa, 2000 деген мәнс береді. А егер де 3 мәрте takrarlansa, 3000 деген мәнс береді. Енді қайсы цифрлар takrarlanбайды, оны да жазып қояйық. Takrarlanбайтын цифрлар. 3 қалып кетті. Міне 5, кейінгісі 50 һәм д. Бұлар takrarlanбайды. Цифрлар takrarlanбайды. Takrarlanбайды. Енді рим цифрлар жәрдемінде 1-ден бастап 100-ге дейінгі саналар жазуға үлгілер көреміз. Баста 1-ден бастап 9-ға дейінгі саналарды рим цифрлар жәрдемінде жазып аламыз. Демек 1 деген санымыз білесіздер, 1 деген цифрдан келіп шығады. 2 деген санымыз 1-де 2 мәрте takrarlanудан келіп шығады. 3 деген санымыз 1-де 3 мәрте takrarlanудан, 4 деген санымыз 5-тен 1-ді алып жазамыз, яғни 1 менен 5 жазамыз. Кейінгісі 5-ті өзі бар цифрдың өзі. Енді 6 деген санымыз 5-ке 1-ді қосудан келіп шығады. 7 деген санымыз 5-ке 1-ді 2 мәрте takrarlап қосудан келіп шығады. 8 деген санымыз 5-ке 1-ді 3 мәрте takrarlап қосудан келіп шығады. Ал 9 деген санымыз 10-нан 1-ді алудан келіп шығады. Не? 1-ден бастап 9-ға дейінгі саналарды рим цифрлар жәрдемінде жаздық. Енді әрбір 10-лықтағы, яғни 20-30-дағы демек саналар жазуға үлгілер көреміз. Енді 20-ны жазу үшін бұл жерде 2 демек 10-лығымыз takrarlanып жазылады. Біз алдын жоғарыда көрдік. Енді 20 ішінде қалеген бір санды көрейік. Мәселен, 24 деген санды жазу үшін бұл 20 қосылған 4. 20 қосылған 4. 20-ны баста 10-лықтан жазамыз. 4-ті мінеге 4 деген цифрдан аңлатушы санды аламыз. Енді 2-ні қосып жіберсек, бірлестіреміз. Сонда міне 24-ті аңлатушы бұл рим цифрлар жәрдемінде жазылған сан. Енді 30-ды көрейік. 30 бұл 10-ды 3 мәрте takrarlanудан келіп шығады. Мәселен, енді 35-ті жазбақшы болсақ, сонда ол 30 қосылған 5 болады. Ал 30-ды жаздық, демек 10-ды 3 мәрте takrarlап қосамыз. 5 деген цифрымыз бар, орнына қоямыз. 5-тің мәнісін қоямыз. Сонда бұл бірлестірсек, міне 35-ті аңлатушы сан келіп шығады. Рим цифрлар жәрдемінде жазылған. 40 болса, демек бұл біз 10-ды 3 мәрте takrarладық. Енді кейінгісінде біз одан кейінгі, оннан кейін келуші 50 деген цифр бар. 50-ден 10-ды алып жазамыз. Демек x l деп жазсақ, міне осы санымыз 40-ті аңлатады. Енді 43-ті жазатын болсақ, мәселен 43 деген сан жазатын болсақ, бұл 40 қосылған 3, яғни x l-ны аламыз, һәм қосылған 3 таяқша. Демек x l 3 таяқшаны жазамыз, міне 43-ті аңлатады.
Енді 49 деген сандан көріп кетейік. 49 деген санымыз ол x l қосылған 9 аңлатушы санымыз жоғарыда бар. Яғни x l демек 9 деген цифр жазамыз. 49 деген санды аңлатушы рим цифрлар жәрдемінде жазылған сан. 50-ді жазамыз. Енді 50-дің өзінің белгісі бар. 50-дің енді мәселен бұл жерде 57-ні жазатын болсақ, ол 50 қосылған 7 болады. 50-дің мәнісі бар l. Енді 7-ні 5-ке 2-ні қосып жазамыз. Жоғарыда 7-ні жазып қойдық. Енді оны әкеп қоямыз. Қосынды не саплап, не бірлестіріп жазатын болсақ, l 57-ні аңлатушы рим цифрларының жәрдемінде жазылған сан. 60-ты жазу үшін енді 50-ге 10-ды қосып жазамыз. Қалеге енді 60-ның ішінде қалеге бір сан алатын болсақ, мәселен 68-ді жазатын болсақ, бұл жерде 60 қосылған 8 болады. 60-тың орнына демек 60-ты аңлатушы санды жазамыз. L менен x-ті қосамыз. 8 дегеніміз ол жоғарыда жазып қойдық. 5-ке 3 бірлікті қосамыз. Тең. Сонда бұл lx 5 1 1 не 68 аңлатушы сан. 70-ті жазу үшін l-ға x-ті 2 мәрте бірлестіріп жазамыз. Яғни x-ті 2 мәрте тәкрарлап жазамыз. Енді осы 70 ішінде қалеге бір сан алайық. 70 мәселен 1 болсын. 71-ді жазу үшін 70 қосылған 1 дейміз. 70-міз бар. lxx қосылған 1. Яғни бұл lxx ақырында бір тайшан қойып қойсақ, міне бұл санымыз 71-ді аңлатады екен. Енді 80-ге де жазайық. 80. 80-ді жазу үшін l-ға біз x-ті 3 мәрте бірлестіріп жазамыз. 80 ішінде қалеге бір сан алайық. Мәселен 82. 82-ні жазу үшін 80 қосылған 2 дейміз. 80-ның мәнісі бар. Қосылған 2 деген цифрымыз. Яғни жоғарыда жазып қойдық. Енді оларды бірлестіреміз енді. 82-ні аңлатушы бұл санымыз. Енді 90 деген санды жазуды көрейік. 90 дегеніміз бұл алу қағидасынан пайдаланамыз. Яғни 100-ден 10-ды алып жазамыз. x с-дан түзілетін. Демек 90 деген санымыз x пенен с-дан түзіледі. Енді 90 ішінде қалеге бір сан алайық. Мәселен 99 деген санымыз қалай жазылады? 90 қосылған 9 болады. 90-ды аңлатушы сан жазамыз. x с болады. Ал 9 дегеніміз 1 менен 10-ның бірігуінен кеп шығады. Екеуін бірлестірсек x и x деген санымыз міне рим цифрлар жәрдемінде жазылды. 99 деген санымыз рим цифрлары жәрдемінде жазылуы. Енді үлкенірек санларға да мысалдар көрейік. Мәселен 582 деген санымыз рим цифрлар жәрдемінде қалай жазылады? Жазамыз 582 ол 500 қосылған 80 қосылған 2. 500-дің өзін аңлатушы цифр бар, ол d болады. Қосамыз 80 ол 50-ге 10-ды 3 мәрте тәкрарлап біріктіреміз. 2 дегеніміз 1-ді 2 мәрте тәкрарлап жазамыз. Енді осы санлар хаммесін біріктіріп жазатын болсақ, d, l, x, x, x кейін 1-ді 2 мәрте тәкрарлап жазсақ, осы жазылған санымыз 582-ні аңлатады. Енді рим цифрлары жәрдемінде берілген санды араб цифрлар жәрдемінде қалай жазамыз? Оған да бір мысал көрейік. Мәселен m, s, m, l, x, x. Не? Рим цифрлары жәрдемінде берілген санды енді араб цифрлар жәрдемінде жазуымыз керек. Бұл жерден жазу үшін 1000 2 мәрте тәкрарланады, қосамыз. Кейінісінде 100 деген цифрымыз 1000-нан алдын кеп жатырды, онда 1000-нан алып жазамыз. Аламыз 100-ді. Қосамыз. Кейінісінде енді 50, одан кейін 10 деген цифрларымыз ізінде тәкрарланып жатырды, 50-ге қосамыз 10-ды 2 мәрте.
мыңға мыңды қосса 2000, мыңды қосса 3000, 100 аламыз 200, 2900, демек 50-ге 10-ды 2 мәрте қоссақ 70 болады. Не араб цифрлар жәрдемінде жазылуы. Енді рим цифрларын жазудағы қателіктерден бір көріп өтейік. Міне санларды рим цифрларын айландыруда көпшілік жағдайларда жол қойылатын қателіктерден жазып өтеміз. Мәселен 49 деген санды алу қағидасына пайдаланады да бір менен лны жазады. Яғни бұл жерде дұрыс, енді үлкеннен кішіні алуға, бірақ бұл жерде бағана айтқанымыздай бұл жерде елуден бірді алып жаза алмаймыз. Бұл қате болады. Себебі айттық, бір дегеніміз тек қана 5 һәм 10-нан алып жазуға болады. Басқа 50, 100 деген сандардан алып жаза алмаймыз. Мәселен 45 деген сандан сондай қателік болады. Мәселен 45 деген санды жазған уақытында 5-ті 50-ден алып жазады. Бұл да қате болады. Бағана айттық, бұл 5 деген цифрымыз ұлыма алу қағидасы бойынша 5 деген цифрымыз үлкен цифрдан алынып келуі мүмкін емес. Бұл да қате, бұл мүмкін емес. Кейінгісі 99 деген санды 100-ден бірді алып жазады. Мынандай алып жазады. Бұл қате. Демек 1 деген цифрымыз 5 һәм 10-нан алдын келеді, басқа цифрдан алдын келуі мүмкін емес. Кейінгі 95 деген санымыз мәселен. 95 деген санды 100-ден 5 алып жазады. Бұл қате. Бұндай жазу мүмкін емес. Ұлыма 5, 50, 500 деген цифрларымыз ұлыма үлкен цифрдан алдын келуі мүмкін емес. Тек алдын келе алады 1 деген, ол 5 пенен 10 алдын келуі мүмкін. 10 деген цифрымыз 50 менен 100-дің алдында келуі мүмкін. Ал 100 деген цифрымыз 500 менен 1000 деген цифрдің алдында келеді. Бұған басқа ондай қағида жоқ. Және бір бұл тәкрарлауда, мәселен 4 деген санды осындай тәкрарлауда беруді мүмкін, мәселен 4-те. Бұл қате болады. Бұл да қате. Яғни мәселен 40 деген санды жазған уақытында 10-ды 4 мәрте тәкрарлап береді. Бұл да қате. Бұл мүмкін емес. Цифрларды тәкрарлауда өзі белгілі цифрлар бар. 1, 10, 100, 1000. Бұлар тек қана 3 мәртеге дейін тәкрарланады болғаны. Одан артық тәкрарланбайды. Мен достар, рим цифрлары жәрдемінде санларды қалай жазуды, демек, толық қағидалармен таныстық. Енді, демек, амелдер көріп шығамыз. Рим цифрларының үстінде арифметикалық амелдер көреміз. Бірінші мысалдан бастайық. Есептауымыз керек. Міне, бұл жерде алу амелін орындауымыз керек. Енді алу амелін орындауда, егер санлар рим цифрларына берілген болса, аңсатам қолайлы есептау үшін санларды баста араб цифрларына айландырып аламыз. С дегеніміз ол 100-ді аңлатады. Аламыз. Енді бұл жерде 10 дегеніміз 3 мәрте тәкрарланып отырыпты, 30, ал біріміз 3 мәрте тәкрарланып отырыпты. Бұның хамесін қосатын болсақ 33 болады. 33. 100-ден 33-ді аламыз, 67. Енді міне 67-ні анықладық. Енді рим цифрлар жәрдемінде қалай жазамыз бұны? 60 дегенді білесіздер. Ол 50-ге 10-ды қосамыз. 7 болса 5-ге 2-ні қосып біріктіріп жазатын болсақ, сондай сан келіп шығады екен. Кейінгі мысалда. Бұл жерде енді қосуды орындауымыз керек. Енді бұл жерде үлкенірек сан берілген. Енді әр бірін баста өз алдына, демек, араб цифрларында жазып аламыз. Бірінші қосылушымыз МСМ XL V. Бұл баста 1000, кейінгісі енді үлкеннен алдын келгенлігі үшін 1000-нан аламыз 100-ді. Кейінгісі бұл жерде L-дан 10 алынып атырыпты. 10 деген 50-ден алдын келіп атырыпты. Ол уақытта бұл 50-ден 10-ды аламыз һәм 5-ті қосамыз. Демек, бұл санымыз 1945 болады. 1945. Екінші санды анықтаймыз. DSL. Демек, бұл жерде
кіші цифрлар үлкеннен кейін келіп жатырды. 500-ге қосамыз 100-ді, қосамыз L болса 50. Яғни 650 болады. Енді мәнісін жазайық bu yerге. 1945 алынған 650. Олды орлаймыз. 1945-тен егерде 650-ді алатын болсақ, 1295 болады. Енді рим цифрлар жәрдемінде қалай жазамыз бұны? 1000-ды М харпімен береміз. 200-ді 2 мәрте тәкрарлаймыз. С деп 95-ті демек 100-ден 10-ды алып жазамыз. X, С, 5-ті ақырында жазып қоямыз. Міне осы шыққан мәнісіміз, міне қосындының мәнісі. Демек, амелер орлаған уақытымызда егер саналар рим цифрларына беретін болса, рим цифрларды баста араб цифрларына айландырып болғанымыздан кейін амелер орлап, ең ақырында кейін рим цифрларына қайтадан айландырып жазып қойсақ болады екен. Алуды орлаймыз. Бұны да демек саналарды баста араб цифрларына жазып аламыз. С, Л, X болса, бұл 100 қосылған 50 қосылған 10 болады. Хәмесін қоссақ 160 деген санды береді. Кейінгісі L, X, демек 3 берген болса, 50-ге қосамыз 20-ны, қосамыз 3-ті. 73 болады. 73. Орнына қоямыз. 160 алынған 73. 160-тан 73-ті алатын болсақ, 87 болады. 87. 87-ні рим цифрлар жәрдемінде жазатын болсақ, L-ға 10-ды 3 мәрте біріктіреміз, ал 7-ні 5-ге 5-тен кейін 1-ді 2 мәрте тәкрарлап жазсақ, міне сол жазылған санымыз 87-ні береді. Кейінгі мысал. Bu yerде енді екі рим цифрында берілген саналарды көбейтуіміз керек. X пенен L беріліп жатырды. Демек 10 50-ді алдын келген үшін бұл алынады, 40 болады. Көбейтеміз. 5-тен алдын 1 келіп жатырды, 4. 40-қа 4 көбейтсек 160 болады. Енді 160-ты рим цифрлар жәрдемінде жазатын болсақ, С қосамыз 60 дегеніміз ол L-ға 10-ды қосып жазамыз. Яғни С, L, X деп жазсақ болды екен. Кейінгі мысалда. Жерде көбейту һәм қосу амелін орлауымыз керек. Демек саналарды баста араб цифрлар жәрдемінде жазып аламыз. Біріншісі 12 болады. Көбейтеміз 9-ды, қосамыз жерде 26-ны. 12-ні 9-ға көбейтсек 108, 26-ны қосуымыз керек. Яғни 134 болады. Енді 134-ті рим цифрлар жәрдемінде жазатын болсақ, С 30 дегеніміз 10-ды 3 мәрте тәкрарлаймыз, а 4 дегеніміз 5-тен 1-ді алып жазамыз. Міне, бұл аңлатпа мәнісі. Кейінгі 6-шы мысал. Баста араб цифрлар жәрдемінде жазып аламыз. С, X болса, бұл жерде 100, 110, кейінгісі 9 келіп жатырды, 119 болады. Алынған С 210 ізіне келіп жатырды, яғни 120 болады. 120 бөлінген бұл жерде 4. 119, 124-ке бөлетін болсақ, 30 болады. Алынған 30. 119-дан 30 аптасақ, 89 деген мәнісі келіп шығады. Енді 89-ды рим цифрлар жәрдемінде жазатын болсақ, 50-ге 10-ды 3 мәрте тәкрарлап қосамыз. Енді 9-ды жазатын болсақ, 9 дегеніміз ол 10-нан 1-ді жазамыз. Міне 89 деген мәнісі келіп шығады екен. Міне достар, сабақтың ақырына да жетіп келдік. Енді үйренген білімдеріңізді бекемдеу үшін тестке өтеміз. Hammaga omad, keyingi saboqda ko'rishguncha.